Арсеналдың ұятты матчтары. Канонерлердің жанкүйерлері кеше болған цирктен шошып қалды. Килиан Мбаппе Реал Мадридте ойнаудан бас тартты. Манчестер Юнайтед сенімсіз жағдайда сораққа қарсы таңғаларлық жолмен жеңілді, ал Реал Мадрид жаңа бапкерін тапты. Оның кандидатурасы сізді таңғалдыруы мүмкін, ал егер Реал Мадридтің жанкүйері болсаңыз көңіліңізді қалдыруы да ықтимал. Бүгін біз осы және тағы басқа көптеген жаңалықтарды талқылаймыз. Достар, бұл аңыз топ YouTube арнасы және ең ыстық жаңалықтардың топ 10 тізімі осы уақытқа дейін. Біз демалыссыз жұмыс істейміз, және мен сіздердің қолдауларыңызға ризашылығымды білдіремін. Бүгінде қажетті лайктар санын жинаймыз деп үміттенемін. Алдын ала сіздерге шын жүректен алғыс айтамын. Сіздер ең кереметсіздер. Родриго Хетафемен матчта қозғалыстың бағытын сәтсіз өзгерткен. Ол тіпті қарапайым жағдайда тізесінің крест тәрізді байланыстарын жыртып алған. Бразилиялық футболшыда бұған дейін осындай қауіп бар екені белгілі болды. The Athletic мәліметтері бойынша 2023 жылы Родриго Бразилия құрамасындағы ойындардан кейін оң тізесінің алдыңғы крест тәрізді байланысының жартылай жыртылуы диагнозын алған. Дәл сол байланыс Хетафемен матчта зақымданды. Тексеруден кейін дәрігерлер ота жасамауды шешкен. Олар Родриго үшін консервативті емнің тиімді болатынын, тіпті бұл әрқашан крест байланысының жарылу қаупін арттырса да дұрыс деп санаған. Енді тек болжам жасауға болады. Мамандар дұрыс шешім қабылдады ма, жоқ па анық емес, бірақ көрініп тұрғандай дұрыс болмаған сияқты. Родриго арманына жете алмай, құрама мен әлем чемпионатына барамайды. Осы себепті оны Неймар қолдады. Сантос жарақаттар салдарынан маңызды матчтарды өткізіп жіберудің қандай екенін жақсы біледі. Бүгін мен үшін ең қайғылы күндердің бірі. Жарақатты естіген кезде басымнан фильм өткендей болды. Барлық азаптар, барлық қиындықтар мен өмір сүру қорқынышы менің ондық нөмірім, менің балақайым, менің мұрагерім. Саған тек бір нәрсе ғана сұраймын. Өз басыңды қорға, деп жазды Неймар. Сантос шабуылшысы Родригоға шын жүректен алаңдаулы. Бұл сөзсіз, бірақ оның қуанышына да себеп бар. Себебі Родригоның жарақаты Неймарға құрамға жол ашты. Карло Анчелотти Неймарды келесі селисау жиынына шақырмайтын. Бірақ Реал Мадрид шабуылшысымен болған жағдайдан кейін жоспарларын өзгертті. The Athletic мәліметтері бойынша Анчелотти Неймарды ай соңында Франция мен Хорватияға қарсы матчқа шақыруға дайын. Бұл әлем чемпионаты алдында пентакомандалардың соңғы жиыны, яғни Неймарға Анчелотти кезінде құрамға шақырылмаған болса да турнирге барудың соңғы мүмкіндігі. Родриго үшін өкінішті болса да, Неймарға өз мұрагерінің жарақаты кейбір жағынан сәтті болды. Әйтпесе, Сантос ойыншысы арманына жете алмас еді. Арсенал Манчестер Ситиден тағы да алшақтап кетті. Қала құрамасы кеше Ноттингем Форестке қарсы тұра алмады. Пеп Гвардиола сенген маңызды ондық Фил Фоден мүлдем нәтиже көрсете алмады және матчты сәтсіз өткізді. Бірақ қала командасы Месси, Семен Родри және Раян Ширкидің талпыныстарымен жеңіске жете алар еді. Оларға қарсылас команданың басты жұлдыздары Морган Гис Уайт пен Эллиот Андерсон кедергі болды. Морган Гис Уайт аяқтарын қиып, өкшесімен керемет гол соқты. Андерсон алыстағы бұрылыспен тамаша дриблинг жасап гол салды. Екі голда шедевр. Оларды көруге кеңес беремін. Сити жеңуі мүмкін еді, бірақ соңында доп қақпаға бармай қалды. Лесников аймағында толық хаос орын алып, доп олардың қақпасына ұшып бара жатқанда. Нүрепа, барсаңшы 2 ұпай. Осы уақытта Челси Астон Виллді Жау Педераның арқасында жеңіп шықты. Сенуге қиын. Бірақ бразилиялық футболшы керемет покер нәтижесін көрсетті. 3 гол соқты және Кол Палмерге ассист жасады. Педера Россиньор кезінде де, үздік Мареске кезінде де жақсы ойнаған болатын. Мен оған сенімді едім. Ал шынымен таңқалдырған Алехандро Горнач болды. Ол Педроның қасында қақпаға шықты да, Россиньорға емес, пас берді. Әрине, өздеріңізді шымшып алған боларсыз. Осылай екеніне көз жеткізу үшін. Бірақ жоқ, бұл шындық. Горнач қақпаға соғуға мүмкіндік болғанда допты пас етті. Челси матчы батыл, эффектілі, сапалы және креативке толы болды. Солтүстік Лондонның бір командасы мұндайдан сабақ ала алады.
Челси әлі де қарсыласты толық 90 минут басқара алмайды, бірақ Россиньор кезеңінде ойын сайын айтарлықтай жақсарып келеді. Маусым соңына қарай команда өз шыңына шықса, тіпті Чемпиондар лигасында жеңіске таласа алады. Әсіресе Жоу Педеро сол деңгейде ойнай берсе, кеше бразилиялықты тоқтату мүмкін емес еді. Кол Палмер де сол деңгейде, ол әрдайым топ қарсыластарға қарсы ойындарда ерекше шабыт алады. Ал демалуы, егер түсінсеңіз, Оливия Холдерге байланысты, әдетте сабырлы Джордан Хендерсон Брентфорд пен Борнмут арасындағы матчтан кейін жанжалға араласты. Хенда Вишено клубының бір қызметкермен келіспей төбелесуге кірісті. Бақытына орай, әріптестері жанында болып, футболшыны ұстап қалды. Ал оны ұстау үшін 6 адам қажет болды. Дегенмен олар біршама қиындықпен ғана тоқтаталды. Осындай ашулы Хендерсонды мен бұрын көрмеппін, мүмкін. Осы әрекет үшін футболшыға бірнеше матчқа дисквалификация қаупі бар. Бұл Англия құрамасына шақырылу мүмкіндігіне кері әсер етуі мүмкін. Львов командасында орта алаңдағы бәсекелестік өте жоғары. Дегенмен ешкім бұл төбелесті үлкейтпейді, үлкен тәртіптік жаза болмайды. Ал Антонио Рюдигер болса, өзінің әрекеттері үшін құрамнан шығу қаупінде тұр. Хетафемен матчта Рюдигер Диего Риканы тізесімен тікелей бетіне ұрды. Судья Алехандро Мунис дәрігерлерді алаңға шақырды, бірақ ережені бұзуды тіркеген жоқ. Рюдигер сары карточкада алмады. Матчтан кейін Рика наразы болды. Егер бәрі керісінше болса, мені кем дегенде 10 матчқа дисквалификациялап, маусым соңына дейін ойнауға мүмкіндік бермес еді. Барлығы Рюдигердің қасақана жасағанын түсінеді, өйткені алдыңғы эпизодта біздің жанжал болды. Судья фолды тіркеді, ал ол жол бойында маған бірдеңе айтты. Келесі сәтте доп менің алдыма келеді, және көріп отырсыз, ол тіпті өз әріптесін жаншып, менің бетімді зақымдауға тырысты. Мен газонда жатып қалуы мүмкін едім. Рюдигер бұл әрекетті әдейі жасаған болуы мүмкін деген күдік. Осы сәттен кейін неміс футболшысы зардап шеккенге тағы бір нәрсе айтты да, кейін жүріп күлімсіреп жүрді. Рюдигер жиі файр-плай қағидаларына сай ойнамайтынын ескерсек, Риконы әдейі соққанына таңғалмаймын. Ла Лига оны жазаламайды деп ойлаймын. Бірақ Германияда бұл жағдайға назар аударылды. Бақта орталық қорғаушы туралы пікірталас басталды. Билд газеті қорғаушыны әлем чемпионатына шақырмау керек деп мәлімдеді. Себебі Антонио бұрында өте агрессивті әрекеттер жасап, өзін дұрыс ұстай алмайды. Газет пікірінше, осындай спорттық негізгі қағидаларды бұзатын ойыншылар ұлттық құраманың құрамында болмауы керек. Юлиан Нагельсман дәл солай айтты. Үндестемде ешкім ерекше қорғауға алынбайны Рюдигерді шақырған болар едім. Себебі ол өте пайдалы футболшы, бірақ Антонионың алаңдағы ашық порочный әрекеттері шаршатады, тіпті немістерді де ренжітеді. Апылдың келесі турында Лондондағы Арсенал кестенің көшбасшысы ретінде Брайтонға жол тартты. Онда жергілікті командамен ойнауы керек еді. Брайтон аса мықты команда емес. Тіпті өз деңгейімен салыстырғанда да команда қазіргі уақытта формада емес. Турнир кестесінде тек 13-ші орында. Арсенал бұл матчқа айқын фаворит ретінде келді. Команда үстемдік көрсетуі керек еді, өйткені ол лиганың ең үстемдік көрсететін командасы, және басқа сценарийге жол бере алмайды. Нәтижесінде не көрдік? Арсенал 9-ші минутта гол соқты. Бұл Брайтон қақпашысындағы қателік салдарынан кездейсоқ доп. Ал канонерлердің футболшылары бұл голдан кейін не істеді? Олар ойнауды тоқтатты. Барлық команда өз аймағында қорғанып, мүмкіндігінше қарапайым әдіспен допты алыстатуды бастады. Допты мүмкіндігінше алысқа шығарып, Дюкареш оны қайта ұстайды деп үміттенді. Ең жағымсыз нәрсе, Арсенал ойында ашық түрде баяулатты. Тіпті алғашқы минуттардан бастап, мұндай көріністі кімге ұнату мүмкін? Бірінші таймның жартысы өтпей жатып, уақыт созып отырғанын көру өте қиын. Раяның әрекеттерін сөзбен сипаттау қиын тек. Эмоциялар. Судья Арсеналдың футболшыларына бұл фарс үшін ешқандай жазалау қолданбады. Матчтан кейін мұнда ойындалды. Бірақ бұл чемпионат ойыны емес. Егер Барселона бірінші таймда Алавеске қарсы уақыт соза бастаса, жанкүйерлер ойыншылардан ылғалды жерін қалдырмас еді. Егер Реал Мадрид, Трибовшібен Манчестер Сити, немесе Юрген Клоптың Ливерпулі, бәрі ұят болар еді. Ал мұнда бізге бұл қалыпты дейді.
тіпті аутсайдер Арсеналды мазаққа салып жатса, бұл ойынды сапасына қайта қарау керек шығар. Тіпті Брайтон бапкері матчтан кейін ашық айтты: "Мен ешқашан кез келген бағаға жеңуге тырысатын бапкер болмаймын." Ойын барысында Фабиан Хюрселердің эмоциялары тіптен қайнап тұрғанын көруге болды. Барлығы жақсы көрді. Арсенал ойынды ерте бастап баяулатып, оны іс жүзінде бүкіл матч бойы жасады. Ал судья мүлде реакция жасамады. Нәтижесінде канонирлерге тек бір сары карточка көрсетілді. Ал бұл жағдай өте оғаш көрінеді, себебі Арсенал ойыншыларының әрекеттері бүкіл ойын бойы солай болды. Уақыт созу, симуляция жасау, қақпа маңында қақпашыны ұру, өз аймағында қарсыласты құшақтау, бетке қолмен соққы жасау, бұның ешқайсысына жазалау қолданылмайтын болды. Мұндай эпизодтар Арсеналды бүкіл маусым бойы қинап келеді. Тоттенхеммен матчтағы Габриэльдің жағдайын еске түсіріңіз, есеп 2-2 болуы мүмкін еді. Лондон дербисінде Жоу Педроға бетке соққы жасау, сол ойындағы Санчес қақпа аймағында итерген сәті. Брайтонға қарсы матчта Раяның уақыт созуы. Және бұл соңғы эпизодтар ғана. Судья мұндай әрекеттерге ешқандай жазалау қолданбады. Мен бұл матчты бейтарап көрермен ретінде қарадым, бірақ Арсеналдың ойыны жемен қарай мені айналдырды. Бұл мүлде чемпиондық футбол емес. Канонерлерге сәттілік болды, себебі Манчестер Сити қазір формада емес. Егер Арсенал өзіне қолайлы жағдайларда чемпиондықтан айырылса, Микель Артета жобасында нағыз сын болатыны анық. Және кеше біз дәл сол себепті бұл әділ болады деп көрдік. Достар, сіздермен бірге болған Аңыз доп YouTube арнасы келесі видеода кездескенше сау болыңыздар дегім келеді.